Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен қорытынды сабақ тапсырмаларын жасайтын боламыз. Сіздер осы бөлімде көп құрамды құрмалас сөйлемдерді өттіңіздер, яғни көп құрамды салалас, көп бағынқылы сабақтасы және де аралас құрмалас сөйлемдерді өткен боласыздар. Ал А тапсырмасында сіздерге әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік бөлімі бойынша алған білімдеріңізді бекіту мақсатында эссе жазу керек болатын. Сіздерге осындай жоспар құру керек бірінші, және де осы 4 тақырыптың бірін таңдап, яғни эссенің еще түрін таңдау керек. Мен осыған орай 4-ші тақырыпты таңдадым, яғни бейбітшілік әлем халқының арманы. Ендеше эссені мен жазып қойдым, қазір оқып беретін боламын, содан кейін ашық тест тапсырмаларын жасаймыз. Ең алдымен сіздерге жоспар құру керек, яғни былай құрсаңыздар болады: әлем халқы үшін бейбітшіліктің маңызы, екінші бейбітшілік пен үйлесімділік және түсінік, келесі үшіншіде әлемнің рөлі және халықтың мақсаттары деп жазасыздар. Бейбітшілік әлем халқының арманы дейсіздер тақырыбын. Келесі эссемізді оқып берейін. Біздің мемлекетімізде 100-ден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Әрқайсысының жағдайын ойлап, басын біріктіріп, елімізде тыныштықты, бейбітшілікті сақтап отырған елбасымыздың көтерген саясатының арқасында деп білемін. Әлемде ұлтаралық бірлігімен, татулығымен ерекшеленетін ұлт екенімізді ескерсек, тұрақтылық пен бейбітшілік үлесім тапқан елміз. Сонымен қатар халықтардың өзара түсінушілігі мен берекесін тапқан бірлігінің арқасында да татулық діңгегі ажыраған емес. Бейбітшілік болса, барлық жерде бақыт орнап, тыныштық болады. Егер біз бір-бірімізбен тату болсақ, бейбітшілік, ынтымақтастықты ұстай алсақ, тәуелсіздігіміз мәңгі де болмақ. Біз болашақ жас ұрпақ елбасымыздың саясаты мен жоспарын кең байтақ дархан даламыздың көгінде тек бейбітшілік құсы ұшып, ұлтаралық келісім орнағанын қолдаймыз. Әрбір азамат туған өлкесін, елін, жерін, салт-дәстүрін, тарихын құрметтейтін, сүйетін, мақтан тұтатын ұлтжанды азамат болу керек. Ол үшін өткенін біліп бағалау керек. Өзі туған қасиетті отанын оттан да ыстық бағалап сүю керек деп ойлаймын. Барлық әлемде тыныштық орнап, бейбіт заманның ғұмыры баяндай болғай. Себебі барлығымызда бейбіт заманда өмір сүруге лайықпыз деп білемін. Мінекей осылай қысқадан нұсқа эссе жазсаңыздар болады. Келесі А тапсырмасында ашық тест тапсырмаларын орындаймыз. Мысалы, біріншіде көп құрамды құрмалас сөйлемдердің ерекшелігі олардың компоненттер санында, яғни сөйлемдер санында. Ал екіншіде көп құрамдағы компоненттер 3 немесе одан да көп болып өзара салаласа да сабақтаса да байланысқан құрмалас сөйлем, ол бізде көп құрамды салаластар болып келеді. Келесі, құрамында 2 және де одан да көп бағыныңқы сыңары және бір басыңғы сыңары бар құрмалас сөйлем түрі, ол бізде көп бағынқылы сабақтастар деп аталады. Келесі 4-ші тапсырмада жарыспалы көп бағынқылы сабақтас дегеніміз көп бағынқылы сабақтас сөйлемнің бір түрі дейсіздер. Келесі 5-шіде сатылы көп бағынқылы сабақтастағы байланыс түрі, ол бізде салаласа байланысу деп аталады. Келесі 6-шыда компоненттер салаласа да сабақтаса да байланысатын құрмаластың түрі, ол аралас құрмалас сөйлем болып келеді. Келесі жабық тест тапсырмаларын орындайық. Бірінші тапсырмада 1948 жылы 14 мамырда Ұлыбританияда Палестинадан өз әскерлерін алып кетісімен еврейлер Израиль мемлекетін құрылған жариялап, келесі күні Араб-Израиль соғысы басталды. Құрмалас сөйлемнің түрі мағыналық қатынастары, яғни 2 дұрыс жауап болу керек. Ол бізде Б және де Г болады, яғни аралас құрмалас сөйлем, ал және де ол мезгіл және себеп мәнді қатынас болып келеді. Келесі 2-ші тапсырмада алғашында әскери қимылдар кезек сәттілікпен өтті. Бірде Израиль әскері жеңсе, бірде Араб әскері біраз жерді жаулап отырды. Құрмалас сөйлемнің түрі мағыналық қатынасын анықтаймыз. Бұл жерде де 2 жауап. Ол жерде бізде А және де Г жауаптары дұрыс, яғни ол аралас құрмалас сөйлем және де түсіндірмелі және кезектес мәнді қатынас болып келеді. Келесі 3-ші тапсырмада сіздерге
Көп құрамды құрмалас сөйлем әр сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдап пікіріңді дәлелде дейді. Сөйлем мүшелеріне өздеріңіз талдайсыздар, ол оп-оңай, яғни баяндауыш жаңағы нелерді анықтайсыздар, болды. Көп құрамды құрмалас сөйлем, яғни ол бізде А нұсқасы болады, себебі Малала Юсуфай 2013 жылы Ақ үйде Барак Обаманың қабылдауында болды. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде сөз сөйледі, ал 2014 жылы Нобель сыйлығымен марапатталды. Осы А нұсқасын таңдайсыздар. Келесі 4-ші тапсырмада күрделі пікірді жеткізіп тұрған жай сөйлем. Әр сөйлемді жаңағы сөйлем мүшелерін талдайсыздар, оны өздеріңіз талдайсыздар. Бұл жерде бізде 4-ші тапсырмада Б нұсқасы болып келеді, себебі Үндістан, Пәкістан, Қытай шекаралары түйіскен жердегі Джамму мен Кашмир тұрғындарының 90% мұсылмандар, ал өз туы және конституциясы бар, иә. Бұл жерде біріншіден бұл жай сөйлем, бірақ күрделі ойды білдіріп тұрған, иә. Ал келесі 5-ші тапсырмада сіздерге бірыңғай мағыналық қатынастары көп құрамды құрмалас сөйлем. Бұл жерде де жаңағы бірыңғай мағыналық қатынастағыларды таңдаймыз, яғни көп құрамды құрмалас болу керек, және де олардың мағыналық қатынастарын атап көрсетеді. Оны да өздеріңіз жасайсыздар. Бұл жерде Б нұсқасы болады, себебі Нобельге 1868 жылы динамитке патент берілгендіктен ол динамит шығарып байлыққа кенеледі де, оны журналистер динамит патшасы деп атайды. Бұл бірыңғай мағыналық қатынастағы көп құрамды құрмалас сөйлем. Келесі 6-шы тапсырмада әріңғай мағыналық қатынастағы көп құрамды құрмалас сөйлем, яғни бұл жерде де мағыналық қатынастарды атап көрсетесіздер. Бұл жерде А нұсқасын аламыз, себебі қоңырау соғылған соң оқушылар сыныпқа кірді де мұғалім сабақты бастап кетті. Бұл бізде әріңғай мағыналық қатынастағы көп құрамды құрмалас сөйлемге жатады. Мінекей, осымен сіздермен бөлімді аяқтадық, қорытынды сабақты жасадық. Келесі сабақта біз пунктуация, табиғи ресурстарын тиімді пайдалану бөлімін бастап, сарқылатын және де сарқылмайтын табиғи ресурстар тақырыбын өтетін боламыз. Яғни бұл жерде ережемен де, үнтаспамен де, мәтінмен де танысасыздар. Осы тапсырмалардың жауабын сіздерге жазып барлығын көрсетемін. Осы менің жазып жатқан барлық жауаптарымды сіздерге айтып түсіндіріп отырған еңбегімді бағалап кету үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, осы видеоға лайк басып отырсаңыздар деймін, себебі менің каналымның әрі қарай дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.